жетістікке жету үшін адамның бойында белгілі бір әдеттер болу керек, иә? Біз енді оны бастамас тұрын жалпы адам негізі неге жетістікке жете алмайды екен? Неге сол жетістікке жеткендердің қатарында болмайды екен? Осы туралы айтайықшы. Сол адамдардың бойындағы бар дүниелерді. Ол енді бір кездегі менің өзімнің де бойымда болғандықтан маған оны айту оп оңай. Сіз де ойланасыз деп ойлаймын. Мынаны қараңыз. Қарға деген құс тек қана қарғалармен бірге ұшады. Сауысқан өзінің сауысқанымен ұшады. Тырнамен ұшады. Я болмаса тырна барып бүркітпен, тырна барып қарғамен бірге ұшып сол тобырға кірмейді, иә? То есть әрбір құс өзінің тобырында жүреді екен. Бұл енді кәдімгі табиғаттың бізге көр деп жаратып қойған сияқты бүйтіп қарасаңшы. Екінші бір нәрсе, адамдарға бір кітапты оқып алады да, мен бір өзгерейін десем, менің маңайымда мынандай адам, негативті адам көп, жаңағы мені артқа қарай тартатын үйдегілер анау-мынау деп айта бастайды. Осы жерде бір нәрсені түсініп алуымыз керек, достар. Егер қасыңызда жүрген адамдар негатив деп ойласаңыз, ауыздарынан да басқасы да кешке дейін негатив шығады деп ойласаңыз, я болмаса сол адамдардың бойында өте көптеген нәрсе ұнамайтын болса, сіз айнаға барып өзіңізге қараңыз. Неге? Себебі мына сыртқы әлем, сырттағы маңайымыздағы адамдар бұл мына біздің ішкі әлемнің айнасы. Яғни сіз өзіңіз негатив болып тұрсыз. Сіз өзіңіз артқа тартатын адам болып тұрсыз. Жалпы сіз өзгеремін десеңіз, сізге ешкім кедергі жасамайды. Жетістікке жету үшін сенің ортаң, сенің өзің дұрыс болуың керек. Ортаң дұрыс болу үшін алдымен сен өзің дұрыс болуың керек. Сен қандай адамсың, сондай адамды өміріңе тартасың. Бұл ғалам заңдылығы. Екінші нәрсе, жетістікке жетемін деген адамда білім, қажетті білім болу керек. Білім деген не? Бүгінгі таңдағы ақпарат айқара ашық тұр, иә, бүкіл Европа бар, Америка бар, барлығы ақпарат бүйтіп ашып қойдық бәріне есігімізді. Соның бәрін білу емес, бірақ білім керек. Ол өзіңді өзгертетін білім. Сенің ішкі әлеміңе апаратын білім керек. Өзіңді танытатын, өзіңнің жаңағыдай минусың мен плюсыңды анықтап беретін білім керек. Кстати, осы жерде айта кетейін, дәл соған қатысты бізде жаңа мен деген мықты ішкі образды қалыптастыруға арналған енді кәдімгі лапылдатып тұрып жағатын керемет сабақ бар. Қатысамын десеңіздер, төменде сілтеме болады, соған өтсеңіздер болады. Яғни, екінші бізге қажет нәрсе бұл дұрыс білім. Саған NLP-ді біліп қажет емес, саған психосоматиканы біліп қажет емес, саған расстановка тағыда не, упаковка, продажа бір нәрсені біліп қажет емес. Саған алдымен жетістікке жету үшін сен мына өзіңді таны. Әлемге өзіңді танытқың келсе, алдымен өзің таны өзіңді. Өз-өзіңе деген сенімділікті қалыптастыр. Өзіңнің айтып жатқан дүниеңе алдымен өзің сен. Жан-жағыңдағы көріп тұрған міннің бәрін өзіңнен тауып, сол мініңді жөнде. Ендеше жетістікке жету үшін екінші саған өте дұрыс білім керек. Ал енді үшінші және өте маңызды бұл темірдей тәртіп керек. Өзінің тәртібіне бағынбаған адам өзгені де тәртіпке бағындыра алмайды. Өзінің тәртібіне бағынбаған адам хочет не хочет, я қаласаң да қаламасаң да өзгенің тәртібіне бағынуға тура келеді. Енді қараңыз. Сенің тәртібің қандай болуы мүмкін? Сен білім алып бастаған кезде саған тәртіп қажет болады. Мүмкін ерте тұру керек, мүмкін күніне 1 сағат уақытыңды жазу, сызу деген дүниеңе арнауың керек болады. Я болмаса жаңағы 1 сағат уақыт отырып сабақ тыңдауың керек болады. Я болмаса көшеде серуендеуің керек болады. Білмеймін, белгілі бір тәртібің болады өзіңнің. Енді оны біздің жаңаменде четкий тәртіп қойып бергенбіз, сол жерде бар. Сол тәртіпке бағынуың керек, дұрыс па? Сен мысалға ерте тұруың керек. Ерте тұру үшін кешке ерте жатуың керек. Кешкі сағат 8-де саған біреу қоңырау шалды.
сосын не істейсің, жүрші ана жаққа барып келейік, мынандай қонаққа шақырып еді, шай ішіп келейік дейді, я болмаса жүрші менің қасымда көлік айдасып жүрші деп досыңыз звондайды, сөйтесің дағы, қолды бір сілтейсің дағы, жүгіріп сонымен кетесің. Кетесің да түнде 12 келдің бе, 1 келдің бе, 2-де келдің бе, ұйықтайсың, таңертең ерте тұру жайында қалады. Бір тәртіп кетіп қалды ма? Екінші біреулер болады, өзінің тәртібін кәдімгі айтады да, мінекей, ертеңнен бастап мынаны істеймін дейді да. Бұны жай істейтін бір істеп қарамау керек. Бұны кәдімгі сен өзіңе басшы да болуың керек, өзіңе подчиненный, яғни қол астындағы адам да бола білуің керек та. Бұл сенің жетістікке жетуің үшін саған қойылған тәртіп деп қабылдау керек. Енді осы тәртіп деген дұрыс болу үшін, түсінікті болу үшін мен сізге айтайын. Қараңыз, сіз өзіңіз үшін ерте тұруға еріндіңіз дейік. Сағат 6-та тұр, 7-те тұр деп осы бәрі айтып жатыр. Ерте тұрсаң, жетістікке жеткеннің бәрі ерте тұрған, анау-мынау деп айтып жатыр сізге. Саған ерте тұр деді, бірақ сен азаңда тұрмадың. Жарайды, ертең тұра салам дедің да, не горит особо. Былай айтқанда, ешқандай бір өртеніп жатқан түк жоқ, құрсын, ертеңнен бастасам да болады дедің. Енді қараңыз. Сен біреуге жалдамалы жұмыс істегенде, 300 мың, 400 мың айлыққа жұмыс істеген кезде, сен қаласаң да, қаламасаң да, 300 мың теңге үшін, 400 мың теңге үшін не істейсің? Таңертең 9-да жұмыста болу керек болса, 7-де тұрасың. 7-де тұрасың, жуынып, шайынып, үйтіп, ішіп, тамағын жеп барғанша 9 болады. Дұрыс па? Кешке дейін қақиып, сағат 6-ға дейін сол жұмыста отырасың және белгілі бір жұмыстарды жасайсың. Сен ерте тұру, я болмаса мынаны оқу, жаяу жүру, тағы да басқа да қарапайым дүниелерді өз тәртібіңді жасамағаның үшін бардың да біреудің тәртібіне бағындың 300 мың теңге үшін. Мен былай орта немен алып жатырмын да, мүмкін 500 мың, мүмкін 200 мың, білмеймін. Сондықтан достар, қараңыз, 3 нәрсе. Жетістікке жетемін деген адамда ортасы мықты болу керек. Ортасы мықты болу үшін өзі мықты болу керек. Өзі сондай болу керек. Сол кезде сен сол адамды тартасың. Екінші, сенде ақша табатын, бай болатын, кәсіп бастайтын тағы бір нәрсе деген білім емес. Мына өзіңді танитын, өзіңнің ішкі әлеміңді қалыптастыратын білім болу керек. Үшінші, не дедік? Темірдей өзіңнің қойған тәртібің болу керек. Міне осы үшеуі толық болған кезде сен жетістікке жетуге үлкен сенімділік бар десе болады. Енді достар, әрине мен бір видеоға бәрін сыйғыза алмаймын, бірақ мен сіздерге осы жерде бір тамаша мүмкіндікті айтып кетейінші. Дәл қазіргі таңда менің ойыңды өзгертіп, білесіздер, ана кітапта ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт кітабын, яғни алған кісілерге бағасы да өте қолжетімді қойып қойдық. Бізде жаңа мен деген, жаңа мен сіздерге айтқан ішкі образды қалыптастыруға арналған өте керемет сабақ бар. Яғни 1 айлық сабақ бар. Бағасы бар ғой, мен сізге айтайын, өте қолжетімді. Толық ақпарат білу үшін төменде сілтемеге өтіңіз. Егер мына видео сізге ұнап жатса, міндетті түрде сабаққа қатысуыңыз керек деген сөз ғой. Және бізге тіркеліп, бұл ақпаратты өзгелермен бөлісіп, төменде әдемі комментарий қалдырыңыздар. Баршаңызды құшақтадым. Жетістіктеріңіз көп болсын, сол күнді бәріміз бірге көрейік.